Suygenim bol, suygenim bol, suygenim bolmagan жоқ сенсіз басқа жол. Меломен тобы жаңа тыныспен жаңа белестерді бағындырмақшы. Бойз бэндтің тыңдармандары соңғы уақытта жігіттерге іздеу сала бастаған. Қайда, неге сахнадан көрінбей кетті деген сұрақтар жанкүйерлерді әбден мазалады. Ал сахнада 7 жылдан астам өнер көрсетіп жүрген сері жігіттер тыңдармандардың күмәнін бір сейілтті. Сіздер байқамай қалдық па, әлде сіздер жаңа творчестводан күдір үзіп қалдыңыздар ма деген келетін болсақ. Біз көбінесе гастрольдік сапарлармен Қазақстанның былайша айтқанда түкпір-түкпірін аралап, ауылдарға шейін барып аралап жүріп, біраз уақытымызды өткізіп алыппыз. Сол аралықта жаңа бейнебаяннан, былайша айтқанда жаңа әндерден кішкене күдер үзіп қалғанымыз бар расымен. Қазір 8 қырлы бір сырлы жігіттер жаңа бейнебаянның түсірілімін бастап кетті. Меломен тобының жаңа видеотуындысына жұлдызды жұп құрған сахнадағы аға әпкелері де қатысқан. Бауыржан Есебаев ағамыздың әнмен сөзіне жазылған «Сүйгенім болады» әнге түсіріліп жатқан бейнебаян. Режиссері Еркін Сәтенов деген ағамыз, идеяның авторы да Бауыржан Есебаев, және осы Еркін Сәтенов ағамыз, осы кісілердің бірлесіп ортақ ойымен шығып жатқан дүние. Қазағымыздың музыка әлеміндегі классиктері Ескендір Хасанғалиев ағамыз, Дарик анамызбен, Рамазан Стамғазиев, Ұлдық Абаева әпкемізбен, Жанболат аға, Жазира әпкемізбен осы «Сүйгенім болады» біздің бейнебаянда былайша айтқанда сценарий бойынша жұлдызды жұптар ретінде былайша айтқанда өздері рөлдерін сомдады. Бүгінгі таңда Ролан, Ғабит, Жігер және Қайрат топтың шығармашылығын продюсерсіз жүргізуде. Бұрынғы музыкалық жетекшілерінен шоу-бизнестің қыр-сырын үйренген жігіттер жақын арада жұлдызды дуэтпен де қуантпақшы. Бір шетін ашатын болсақ, қазір келіссөздер жүріп жатыр. Қазіргі таңда. Бірақ оған дейін әлі біраз жұмыстарымыз бар, соларды атқарып алғаннан кейін оған көшеміз құдай қаласа. Енді мүмкін ол Қазақстанның жұлдызы болып қалуы мүмкін шетелдің жұлдызы болып қалуы мүмкін. Бұл дуэтті біз де асыға күтетін боламыз. Жаңа бейнебаян да қаңтар айының ортасында көрермендерге ұсынылмақ.